Баршаңызға сәлем достар. Осындай этикетка жасаған болатынмын. Кигіз үйге арналған. Қазір жиналу жолын көрсететін болам. Өте оңай. Бір А4-да сізде 2 обертка болады. Кигіз үйге этикеткасы 2 болады. Қазір осылай канцелярский ножбен қиятын боламыз. Одан кейін беговкасын жасаймыз. Менде қағазым фотобумага глянцевая 240 граммдық. 210, 220, 240-қа шығарсаңыз болады. Мынандай жерін қайшымен кесіп аласыз. Жиналу өте оңай. 1 минуттың ішінде жинап шықтым. Дыры қолмен аламыздан 2 шетін тесесіз, чтобы лентасын кигізу үшін. Міне, кигіз үйімізді қойдық. Енді қазір лентамен осылай кигізіп шығамын. Лентаны любойын алсаңыз болады. Лентаның төбесіне сосын бирканы кигізіп қойсаңыз да болады. Егер биркасы болатын болса сізде. Қараңыздар, қандай күшті керемет шаблон. Осы шаблонды электрондық түрде алғыңыз келсе, онда маған WhatsApp-қа жазсаңыздар болады. Міне, видеоның астында менің WhatsApp-ым жазылып тұрады. Обязательно комментарийді қараңыздар. Мысалы, лентаның жоғарғы жағында байлаған кезде бирканы жабыстырып қойсаңыздар болады. Әр түрлі мерекеге қолдануға болады.